Сәлем досым, ешкім бе, ешкім бе? Әр нәрсе ме, әлде әр нәрсе ме? Сол секілді, әлдене ме, әлдене ме? Әр қайсы ма, әлде әр қайсы ма? Осы сөздерді дұрыс жазу нормасын білгіңіз келсе, бүгінгі тақырып бірге және бөлек жазылатын сөздерге назар аударыңыз. Еш, әр, кей, қай, әлде, бір деген сөздер есімдіктермен, үстеулермен тіркесіп келгенде бірігіп жазылады. Әрбір, әркім, әрқайсы, әрдайым, әрқашан, әрнеме, әркелкі, әрқайда, ешкім, ешбір, ешқайда, ешқашан, ешқандай, ештеңе, ешқайсысы, ешқалай, кейбір, кейбіреу, қайбір, бірдеңе, бірнеше, біраз, бірсыпыра, біркелкі, әлдекім, әлдене, әлде қашан, әлде қайда, әлде қандай, әлде бір, әлде қайдан. Еш, әр, кей, қай, қайсы, әлде, бір деген сөздер зат есімдермен келгенде бөлек жазылады. Әр адам, әр жылы, әр уақытта, әр жұмыс, әр нәрсе, әр күні, кей адам, кей жылы, кей уақытта, кей адам. Қайсы адам, қайсы жылдары, бір адам, бір күн, бір жылы, еш адам, еш нәрсе, еш уақытта, еш жұмысым жоқ. Бірінші компоненті фото, радио, электр, авто, аэро, кино, гидро, агро, теле, мото, метео, био, микро, макро, квази, транс деген тұлғалар. Екінші компоненті тәуелдік жалғаусыз сөз болса, бірігіп жазылады. Мұндайда екінші компонент қазақ сөзі де, кірме сөзі де бола береді. Автобаза, автоқалам, автосуарғыш, автотіркез, авиапочта, авиабайланыс, авиамектеп, фотоаппарат, фотосурет, электровоз, электромагнетизм, электроөткізгіш, телемеханика, телекабылдағыш, теледидар, телестудия, телехабар, агрокомплекс, агрошаралар, биосүзгі, макромолекула, микробиология, микросинтез, трансевропалық, транссібірлік, инфрақызыл, ультракүлгін, изосызық, гипержазықтық. Электр сөзімен келген тіркестер кейде одан екерінсіз келеді де, осы сөзбен келген тіркес күрделі сөз ретінде танылып, электр сөзі бөлек жазылады. Электр агрегат, электроагрегат емес. Электр барабан, электробарабан емес. Электр сөзі тәуелдік жалғаулы сөзбен тіркескенде бөлек жазылады. Электр қуаты, электр қуаты емес. Электр станциясы, электр станциясы емес.